Олай болса балалар, мен сендерге су туралы түсінік берейін. Судың түсі қандай екен балалар? Апай судың түсі Мөлдір тынық екен, ә? Суымыздың түсі мөлдір, иә балалар? Олай болса біз суымызды зерттеп көрейік. Біздің бөбекжайымызда зертханамыз жоқ. Сол себептен біз арнайы зертханамызға барып зерттеп көрейік. Алматында ма оқушылар? Самара амас. Қай балабақшадан келдіңдер? Қасына жарайсыңдар. Сендер бүгін тәжірибе жасайын деп келдіңдер ма? Кел, бәріміз бірге онда тәжірибе жасап көреміз, иә? Суды білеміз ба біздер? Барлығымыз білеміз, иә? Судың ішіне әртүрлі заттарды салған кезде біреуі батады, біреуі батпайды, иә? Соларды қараймыз. Мына жерде сендерге бірнеше заттар келіп көрсеттім мен. Ішінен қарап көрейікші осыларды. Қалай ойлайсыңдар? Түсі қандай? Жапырақ. Түсі қандай? Жасыл жапырақ. Бұл суға бата ма жапырақ? Батпайды. Салып көреміз. Батпайды екен, иә? Ұстап мынаны мен. Ұстап. Жеңіл ма, ауыр ма екен? Қандай? Жеңіл ма? Жеңіл, иә? Салып көріңдер келіңдер суға. Бата ма екен? Көреміз. Бата ма? Батпайды екен, иә? Мына заттарды алып көрейікші. Мыналар не ол ішіндегі? Қандай заттар бар мынаның ішінде? Мынау не? Темір. Қалай ойлайсыңдар? Темір суға бата ма? Иә. Көрейік қане? Батады екен, иә? Не үшін батып жатыр мынау? Иә, батпай тұр, иә? Ал ішіндегі жатқан тастардың салмағы қандай? Батады бұлар, өйткені ауыр, иә? Жақсы. Бір тәжірибемізді біздер бітірдік, иә? Қай түс таңдадың? Мен таңдадым. Араластыр ішіне. Қандай түс шықты? Сары түс. Сары түс. Сенде қандай түс шықты? Қандай түс? Жапырақтың түсі сияқты ғой? Қандай түс еді? Жасыл. Сенде қандай түс? Қызыл түс. Сенің суыңның түсі қандай еді? Үшеуінің де түсі бар ма еді? Түсі жоқ қой, судың түсі жоқ, иә? Біздер не істедік оның ішіне? Әртүрлі түстерді салдық, иә? Өзімізге ұнайтын әртүрлі түстерді салдық. Яғни судың түсі бар ма екен біздегі? Судың түсі? Түсі жоқ, иә, судың. Тағы да бір тәжірибе жасатып көрсетейін. Жақсы, балалар. Біздер енді судың ішінде не ерейді екен, не ермейді екен, соны білуіміз қажет, иә? Біреуміз тұз салайық, иә, суға қазір. Біреуміз не саламыз? Мынаны торт пісіргенде пайдаланады ғой мамаларымыз. Не ол мынау? Ас содасы. Ас содасы. Түсі қандай ас содасының? Ақ, иә? Енді мынау біздегі лимон. Қышқылы. Сыртында тұрған лимон, иә? Лимон қышқылы. Осы үшеуін ертіп көрейік енді. Біздер ол үшін тағы да не істеуіміз керек? Су құюымыз қажет, иә? Яғни су не істейді екен? Ерітеді, жарайсың. Су ерітіп жібереді екен, иә? Судың ерігіштік қасиеті бар екен. Түссіз екенін білдік судың. Ерітетінін білдік, иә? Енді қараймыз. Кішкене алсырақ тұрамыз, иә? Біздегі мына жерде су. Біздер қазір судың ішінде металды білеміз ба? Иә. Қандай металл білесіңдер сендер? Алтын, сосын күміс, иә? Дәл сол сияқты мына жерде қазір менде натрий деген металл бар. Қараңдар, жылтыр, иә? Темір сияқты. Жылтыр ма? Иә. Жүгіріп жүр ма? Иә. Судың ішінде түс пайда болып жатыр ма? Иә. Күшті иіс шығып жатыр ма? Жаман иіс па? Жаман иіс шығып жатыр, иә? Ол деген балалар. Мынаның ішіне не құйдық біздер? Су құйдық, иә? Су құйдық. Енді біз үлкен өрт жасап көреміз. Үйде бірақ жасамаймыз, жарай ма? Жақсы, балалар. Енді мен судың ішіне спирт қоямын. Сәтпен жуатын етіңдер жатысты. Көбік болады ғой, көбік. Газ. Үйде қайталамаймыз, иә? Жанған жоқ, иә? Яғни не ол оның ішінде жақпай тұрған? Біз неге салып алдық мынаны? Суға, иә? Суға салғасын, жанған жоқ, иә?